Сәлем достар. Бүгін сіздермен бірге мынадай сырғаны жасайтын боламыз. Ол үшін біздерге керегі 8 мм хрусталь, бисер және мынадай каплямыз 1 см, 10 мм хрусталь және швензамыз керек. Жіп, инеміз керек болады. Мен жібіме 5 хрусталь мен 5 бисерді өткізіп алдым. Уақыт алмайын деп міне. 5 бисер, 5 хрусталь өткізіп алдым. Енді осыны жібіміздің ұшына дейін алып келіп, 2-3 рет байлайтын боламыз. Жібімді мен 50-60 см қылып алдым. 2 сырғама бірдей жетеді сол жіптің ұзындығы. 3 рет байлап алдым. Енді осы жерде хрусталімізбен былай бисерімізден өткізетін боламыз. 1 хрусталь, 1 бисерден өткізіп аламыз. Яқтағы жібіміздің ұшын қиып тастаймыз. Тартыңқыраймыз, түйіні хрустальдың арасында қалып кетеді. Енді инемізге 3 бисер аламыз. 3 бисер аламыз міне. Инемізге 3 бисер өткізіп алдық. Осыны жібіміз бисердің жоғары жағынан шығып тұр. Осыны бисердің төменгі жағынан өткіземіз қайта. Сол кезде бізде мынандай ромбик пайда болады. Енді жібімізді хрустальменен бисерден тағы да өткіземіз. Келесінде дәл осылай қайталайтын боламыз. Осы қалған 1, 2, 3, 4 бисерімізді де дәл осылай 3 бисерден өткізіп, дәл осылай айналдырып өтіп шығамыз. Міне, өттік. Барлық жағына ромбикті жасап шықтық. Енді хрусталіміздің жібіміз міне жоғарғы жақтан шығып тұр. Хрусталіміздің өтіп, келесі ромбигіміздің оң жақтағы бисерінен өтетін боламыз. Осы жерден өтіп, енді жібімізге 10 бисер өткізіп аламыз. Міне достар, жібіме 10 бисерімді өткізіп алдым. Енді кезекте бізде мына капелька хрусталіміз. Осы капелька хрусталімізді де өткіземіз және бір бисер өткіземіз. Бұл бисеріміз бізде стопорный бисер болады. Міне, дәл осылай өткіземіз. Бисерімізді енді шетке қойып, бисердан емес, капелькамыздың өзінен инемізді екінші рет кері қарай өткізіп аламыз. Сонда бізде мынандай болады. Бисерімізді ұстап тұрып, жібімізді сәл тартамыз. Міне, екінші бетіне де 10 бисерімді өткізіп алдым. Енді мына жақтағы екінші ромбигіміздің оң жақтағы бисерінен өтеміз. Мына жерде тағы бір ромбигімізден өтеміз. Сөйтіп, бір ромбикті артқа тастап, былай бисерімізден тағы 2 хрустальдан өтіп, жоғарыдағы бисердің ромбигіміздің оң жақтағы бисерінен өтетін боламыз. Қатты тартылып қалған болса, астыңғы бисерді сәл ұстап тұрып, босатып аласыздар мені. Осылай. Енді мына жердегі жоғарыдағы бисерге қарай өтуіміз қажет. Міне. Ромбиктің жоғарыдағы бисеріне өтеміз. Жібімізге 5 бисерді өткізіп аламыз. 4, 5. Міне 5 бисерімді өткізіп алдым. Осыны енді міне жібіміз жоғары жақтан шығып тұр. Осыны төмен жақтан қайтадан айналдырып өткізіп аламыз. Бізде осындай домалақ болады. Осыны екінші рет арасынан өткізіп аламыз. Жіптерімізді тағы да айналдырып өткізіп, жібімізді түйіндеп, былай қарай кері хрустальдың арасына қарай жібімізді адастырып тығып қоямыз. Міне, екінші рет инемізді айналдырып өтіп, түйіндеп, жіпті хрустальдан өткізіп, қиып қойдық. Міне, сырғамыз дайын. Енді бұған швензамызды алып, плоскогубцы аламыз. Мынандай круглогубцы. Осыменен мына жердегі бұралып тұрған жерін ашамыз түйінін. Түйін дейміз ба, не дейміз осы? Колечкасын былай ашамыз. Сосын сырғамыздың жаңағы жоғарыдағы тіккен кольцосынан, домалағынан осылай өткіземіз де. Мынаны жауып қоямыз қайтадан міне. Мына дәл осылай жауып қоямыз. Міне, болды. Сырғамыз дайын. Менімен бірге болғандарыңызға сіздерге үлкен рахмет. Істеріңізге сәттілік.